Құрт. Бұл өте қорқынышты кеш болған. Мен бір кезде газеттен бір хабарландыру көрдім. Бұл дәріханада мені адамдарды емдейтін құрт бар дейді. Ол аурухананың аты Құрт екен. Бұл кісі мен барамын дедім де, ол үйге бардым. Кішкене менің өзімнің де арқам ауырып жүретін. Өзі 2 этажный үй екен. Өте керемет емдейтін сияқты, бірақ ол жақ өте қорқынышты орналасқан жерде екен. Өте алыста. Мен ішіне кірдім. Есігін тоқылдаттым. Медбике мені ашты да мені комнатаға алып келді. Бұл комната өте қорқынышты болды. Төсектердің үстінде қан өте біртүрлі болды. Мен қорықтым, бірақ мен емделгім келді қатты. Медбике келді. Медбике, мен қазір мына құрттарды сіздің арқаңызға саламын, одан кейін сіз емделіп кетесіз деді. Мен аздап қорықтым, бірақ арқамды қатты емдеткім келді. Әрине, бұны бәрі армандайды. Менің арқама құрттарды қойды. Бұлар менің арқамдан бірдеңені сорып жатқандай болды. Бірдеңе солар жаққа барды. Мен қатты қорқып кеттім деп талып қалдым. Арқама қарасам, құрттар менің арқамдағы қанымды ішіп, олар дәу болып кетіпті. Мен қатты шошып кеттім. Медбике болса, маған қарап тұрды да күле салды. Мен бұл құрттарды асыраймын, сондықтан тамақты қайдан беретінін білмедім де осылай істедім. Сонда бұл құрттар жабайы құрттар болып шықты. Өте жабайы, адамның қанын ішеді. Мен сол жерде өлейін деп қалдым. Ал медбике болса, өте жаман. Құрттар вообще жаман. Мен одан кейін сол жерде қатып қалып өліп қалдым. Ал медбике өте жауыз.